Махира гүлі бар. Суды жақсы көреді бұл гүл. Шүлдегенде осылай жапырақтары қурайды. Өте төзімді гүл. Тек суды жақсы көреді. Бұған қалай су береміз? Осы ыдысын суға бір 5 литрлік су дайындап аласыздар да, сол 5 литрге 1 столовый ложка монокальный фосфатты араластырып түбіне құямыз. Астына бір табақ қойып қоясыздар. Сол аққан суы, артық суы, сол суымен бұл 2-3 сағат тұру керек. 5 литр суды осының ішіне құя береміз. Қорықпаймыз. Жапырақтарына келетін болсақ, жапырақтарына янтарин бар. Янтаринді 1 литрге жарты колпачок араластырып, осылай жапырақтарына шашсаңыздар болады. Еще бұны янтаринді суға араластырып, любой гүлдің тамырына да құя бересіздер. Осы янтарин мен монокальный фосфат қолдансаңыздар болады. Любой гүлдерге, үйлеріңіздегі бар гүлдерге профилактика ретінде қолданылады монокальный фосфат. Именно ауырып тұрған гүлге емес, любой гүлді суарғанда, су бергенде соларды осы екеуін қоссаңыздар болады гүлдеріңізге.